Жақсы, саламатсыздар ма оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Көңіл күйдеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Енді біздің сабағымызды бастайық. Яғни біздер алғашқы үй жұмысынан бастаймын. Сұрақ жауап ретінде мына жерге қарай қояйық. Яғни бірінші сұрағымыз биоценоз дегеніміз не? Нұрсұлтан? Биоценоз дегеніміз тіршілік немесе өмір, ценоз дегеніміз қауымдастық. Ол жануарлардың, өсімдіктердің, саулығылықтар, микроағзалардың бір-бірімен қарым-қатынасы. Бұл терминді 1877 жылы неміс зоологы Мебюш енгізді. Өте жақсы, керемет, жарайсың, отырады. Екінші сұрағымыз экожүйе терминін кім ұсынды? Мөлдір? Экожүйе терминін 1935 жылы ағылшын экологы Тесли ұсынды. Өте жақсы, дұрыс па балалар? Иә. Өте жақсы. Так, барлығымыз қатысып отырайық, қолдарымызды көтеріп. Тірі ағзалар неше патшалыққа бөлінеді? Кім айтады? Кім тез? Неше патшалыққа бөлінеді? Иә, Айкөркем? 4 патшалыққа бөлінеді. Қандай? 4 патшалыққа бөлінеді. Бактериялар, жануарлар, саңырауқұлақтар. Так, дұрыс па болды? Кім айтады? Кім айтады? Айда ғой. Нұрсұлтан? Бактериялар, өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар. Өте жақсы. Нұрсұлтан, жарайсың. Келесі, жер бетіндегі барлық жануарларды қалай атаймыз? Иә, Нұрпейіс? Жер бетіндегі барлық жануарларды біз фауна деп атаймыз. Фауна дейміз. Ал өсімдіктерді қалай атаймыз? Өсімдіктерді фиона деп атаймыз. Жоқ, кім айтады? Өсімдіктерді, иә? Флора дейміз. Өте жақсы, отырамын. Так, келесі, жануарлар арасындағы екі жақты пайдалы қарым-қатынасты не дейміз? Кім айтады? Нұрбек? Симбиоз дейміз. Симбиоз дейміз, иә? Жақсы, керемет. Келесі, өсімдіктер тобы неше сатыға бөлінеді? Иә, қандай? Екі сатыға. Қандай? Төменгі саты, жоғарғы саты. Жақсы, өте керемет. Енді осының төменгі сатысын кім айтады болды? Апай. Иә, Мөлдір? Оларға балдырлар жатады. Олардан тамыры, жапырағы және тағы басқалары. Біз білетін заттары жоқ. Гүлі болмайды, иә? Яғни оны біздер қандай сатыға бөлеміз? Төменгі сатыға. Өте жақсы, керемет отыра болды. Так, жақсы балдар, үй жұмысын жақсы меңгерді, жақсы білді. Енді бүгінгі біздің сабағымызға назар аударайық. Ал жақсы балалар, енді бүгінгі сабағымызға назар аударайық. Яғни біздер мына жерден қандай суреттерді көріп тұрмыз? Мысалы, ой толғау, иә? Қалай ойлайсыздар? Экологиялық мәселе дегеніміз не? Иә, кім айтады? Иә, Нұрсұлтан? Экологиялық мәселе дегеніміз ол табиғатқа жаман әсер тиюі. Иә, яғни Адамның табиғатқа табиғатқа әсер тигізуі. Яғни кері әсері тигізуін айтамыз, иә? Яғни сонда біздер біздерде осындай Қазақстанда, яғни экологиялық мәселелер бар екен, иә? Яғни жақсы бүгінгі сабағымыз, иә? Енді сабақтың тақырыбы балдар Қазақстанның экологиялық мәселелері. Ал осыны бүгінгі күнді жазамыз және тақырыбымызды жазып аламыз. Бүгінгі күнді жазамыз, тақырыбымызды жазып аламыз. Бүгінгі күнді. Жақсы жазып қалды. Қазақстанның экологиялық мәселелері. Так, енді қарай қалды. Оқу мақсаты өз аймағының экологиялық мәселелерін зерттейміз болды. Жақсы ма? Ары қарай бағалау критериялары. Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелерін анықтаймыз, экологиялық мәселелерді талдаймыз және экологиялық мәселелерінің себеп салдарын анықтап, болжамдарды айтамыз. Түсіндік қоя балдар? Жақсы. Енді балдар, келесі сабақ топтық жұмыс. Яғни, бірінші топ сіздер аралды қорғайсыздар. Яғни оның судың тартылуы, шөлденуі, тұздану, яғни осыған мән бересіздер. Келесі екінші тобымыз семей, яғни ядролық сынақ ретінде осыларды жазасыздар. Одан кейін үшінші топқа атмосфера ауаның ластануы, озон қабатының тесілуі және тағы басқалар жазамыз. Яғни мына жерде дескриптор тұр, осыған қарап, яғни өз топтарыңызды қорғап шығасыздар. Мен
қазір сіздерге қағаз беремін. Яғни топ басшысы мына жерге келіп, осы жерге келіп жинала қоямыз. Мына жерге келіп жинала қоямыз. Так, сіздер мына жерге келіңіздер. Ал 5 минут уақыт беремін ғой. Топ өздерінің дискриптор бойынша қорғаймыз. Сіздерге берілген уақыт аяқталды. Дайынсыз ба? Иә. Жарайды, бірінші қатар, бірінші топ, яғни шығамыз. Теңіздің құрғап бара жатқандығы, суармалы егіншіліктің қарқынды дамуынан Сырдария және Амудария өзендерінің теңізге келіп құятын суының мөлшерін азайып кетті. Яғни, нәтижесінде не болды? Нәтижесінде Арал теңізінің деңгейі біртіндеп түсе бастады, және тұз басқан жерлері де жайлап көріне бастады. Өте жақсы. Жарайсың, отыра қой. Екінші топ, шыға қойы. Ал, келе қойыңыздар. 1989 жылдағы аралығында 450-ден астам ядролық сынақ жүргізілді. Бірінші жарыстан кейін 42 жыл өткенде 1991 жылы 29 тамызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Семей ядролық сынақ полигонын жабу үшін арнайы құжатқа қол қойды. 1989 жылы ядролық сынақтар жүргізіліп тоқтатылды. Семей полигоны ядролық жақын маңда тұратын тұрғындар үшін нағыз қасиет болды. Жарайсыздар. Өте жақсы. Жарайсыздар болды. Екінші топ өте керемет қорғап шықты. Отырамыз. Ал жақсы оқушылар, үшінші топ дайынсыз ба? Иә. Шыға қойып, тез етейік. Так, сіздерге берілген атмосфера, иә? Жақсы. Атмосфера құрамындағы оттегі және көмірқышқыл газының мөлшері жер бетіндегі ормандарға байланысты. Адамзат қауымдастығы атмосфераны қорғау мақсатында көптеген жұмыстар жасап жатыр. Атмосфераны қорғау үшін зауыт, түтін шығаратын заттарды азайту керек. Топырақтың құнарлылығын сақтап қалу үшін қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу дұрыс. Өсімдіктер мен жануарларды қорғау үшін тор шөп тиімді. Пайдалануға да мұқтаж. Жақсы. Жарайсыздар, отыра қой. Жақсы, енді балдар. Келесі біздің жасайтын жұмысымыз ол жұптық жұмыс. Яғни сіздердің кітаптарыңызды ашып, мына жерде кесте тұр. 178 бетте мына жерде кесте тұр, соны жұп болып өздеріміз орындаймыз. Ал орындайық, бастаймыз. Жақсы оқушылар, жұптық жұмыста болдық па? Барлығымыз? Жақсы, кім оқиды? Кім айтады? Мұндар? Экологиялық мәселе, Каспий теңізі пайда болуы, қайраңдар мұнайдың өндірілуіне және оны тасымалдау нәтижесіне судың ластануына байланысты. Зардабы, теңіз деңгейінің көтерілуі жағалаудағы мұнай ұңғымаларын және елді мекендерді су басып қалуына әкеледі. Жақсы. Шешім жолдары. Мұнайларды өндіру және мұнайларды тасымалдауды азайту керек. Жарайсың. Дұрыс па балдар? Жақсы. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Тағы да кім айтады? Тағы да? Нұрсұлтан. Экологиялық мәселелер, Арал теңізі. Арал теңізі. Жарайсың. Аралдың табанына құрғап қалады. Аралдың табаны құрғап қалған екен, жақсы. Зардабы Арал теңізінің деңгейі біртіндеп төмендеп, кейін жерлерінің тұз басқан табаны көрінеді. Шешімі, суармалы егіншілік азаюы тиіс. Яғни суармалы егіншілік азаюы тиіс, яғни соның кесірінен, әсерінен не істеп қалды Арал теңізі? Құрғап қалды, дұрыс па балалар?
Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Өте жақсы Нұрсұлтан. Жақсы, келесі сабағымыз балдар. Келесі тапсырма бұл жеке жұмыс. Яғни бұнда біздер қазір мен сіздерге карточка беремін. Яғни осында дескриптор бар, я? Сол бойынша сіздер жұмыс жасайсыздар. Яғни бұнда сандар сөйлейді деген тапсырма. Яғни осы бойынша біздер 3 минут уақыт беремін балдар. Тездетіп жаза қоямыз. Ал тездетеміз, 3 минут уақыт беремін. Болдық па? Жарай. Кім оқиды? Нұрай? 1960 жылы Арал теңізі дүние жүзіндегі тұзды көлдер арасындағы аумағы жағынан 3-ші орын алды. Өте жақсы. Дұрыс па балдар? Сіздерде де солай ма? Жақсы, отыра қойып. Келесі. Кім айтады? Кім айтады келесі? Нұрбек? Ізбасақ айта ғой. 1949 және 1989 жылдар аралығында 450-ден астам сынақ жүргізілді. Дұрыс па балалар? Өте жақсы. Керемет, жарайсың, отыра қойып. Келесі кім айтады? 1989 жылы ядролық сынақ тоқтатылды. 1989 жылы ядролық сынақ тоқтатылды. Дұрыс па? Өте жақсы, отыра қойып. Келесі тағы айтады. Рыскүл? 1993 тамызда Қазақстан президенті Назарбаев Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы арнайы бұйрық қол қойды. Өте жақсы. Дұрыс па балдар? Жарайсың, Рыскүл, отыра қойып. Жақсы оқушылар. Келесі балдар қорытынды. Яғни сіздерден кері байланыс. Кім айтады? Нұрсұлтан. Сағат ұнады ма сіздерге? Несімен ұнады? Мен жаңағы жұптық жұмыста Семей туралы таныстым. Өте жақсы, отыра қойып, керемет. Яғни сіздер үшін қиын болған не? Қиын болған не? Мөлдір, қиын болған бар ма? Қиын болған. Орындай алмаған тапсырмалар бар ма? Жоқ па? Яғни барлығын жеңіл, жақсы орындап шықтық, Жарайсың, отыра қойып. Сабақта не ұнады балдар? Не ұнады? Нұрбек? Маған сабақта сандар сөйлейді тапсырмасы ұнады. Өйткені мен онда білмейтін тақырыптардың бәрін үйрендім және таныстым. Өте жақсы, керемет. Балдар, жарайсыздар, отыра қойып. Рахмет. Ары қарай балдар, сіздерге үй тапсырма. Мен және қоршаған орта тақырыбында эссе жазып береміз балдар. Жарай ма? Түсінікті ма? Жақсы. Сау болыңыздар. Рахмет.